Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім? Сіздермен әдеттегідей менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Жазылмасаңыздар, подписаться батырмасы міндетті түрде басыңыздар. Бүгін мен сіздерге өзімнің болашақта болатын ашық сабағым, менің тақырыбым Қазақстандағы желілер. Соған байланысты мен бағалаудың түрін көрсетейін деп жатырмын сіздерге. WhatsApp-тан мысалы міне бүгін мен осыны электронды түрде шығарып алдым. Енді қазір осыны ламинаттап бала сабақты бітіргеннен кейін ламинаттың сыртынан тағы да ақ қағаз жабыстырып қоямын деп ойлап отырмын. Бірден кері байланыс және бағалауға да пайдалансам ба деп отырмын. Мысалы, сабақтың соңында, сабақтың басында балаларға түсіндіріп кетіп, бүгін желілі болғандықтан біз осы телефонды бағалауға пайдаланамыз деп, бала өзін бағалайды сабақтың соңында. Мен өзімді бүгін 8-ге бағалаймын, мен бүгін өзімді 6-ға бағалаймын деп, оған күлегешті жабыстырады деп ойладым. Немесе мына бір белгілерді таратып беремін алдын ала балаларға. Сосын бала өзі, мысалы 8-ге, 9-ға осы белгілерді жабыстырып кетеді. Ол бір. Екіншіден, енді артына кері байланысты жазады. Бүгінгі сабақтан алған әсері, қиналған кезі, жағымды кездері, қандай жері кереметтей өзіне тартымды болды, өздеріңіз білесіздер. Соны бала жазып, бірден бағалаудың түрі және кері байланысты. Мен бүгін осы Қазақстандағы желілер деген тақырыпқа, жалпы әлеуметтік желілердің тақырыбын алып, сабағымның этаптарын WhatsApp желісі, Instagram желісі, Facebook желісі, YouTube желісі деп әртүрлі тақырыптарды, тапсырмаларды беріп, түрлендіріп, оны слайдтан көрсетіп, бірден мысалы TikTok-тың артындағы тапсырма деген сияқты, Instagram-ның артындағы тапсырма деген сияқты. Сосын бағалауды осы телефон арқылы жасауды жөн көрдім. Енді мен сабағымның толық нұсқасын сіздерге көрсетемін. Қазір мен енді осыны әрқайсысын қиып, сабағыма дайындалып отырмын. Алла қаласа сабағыма жақсы болсын деп менің тұрақты көрермендерім тілеп қойыңыздар. Мен сіздермен біргемін, сіздер де менімен бірге болыңыздар. Келесі видеомда мен бұдан да жақсы ақпараттармен сіздермен бөлісемін деген ойдамын. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлібековна. Күндеріңіз сәтті өтсін. Менің құрметті көрермендерім, міне көрнектерімді қиып, ашық сабаққа дайындалу үстіндемін. Не қиып жатыр десеңіздер, мен осындай телефон қиып отырмын. Осы бір жасап алса тұра береді. Апталығымыз басталады дүйсенбіден. Апталығымыз сәтті өтсін деп тілеп қойыңыздар.
мен мына телефондардың шетінен ақ қалдырғанмын ғой, сол дұрыс болмай тұрды, қалдырмау керек екен. Қайтадан қиып бастадым. Мен жасап жатқан көрнекіліктерімнің барлығының электрондық нұсқасы бар. Керек десеңіздер бере аламын, хабарласыңыздар. Сіздер маған беріңіздер жақсы дүниелеріңіз болса. Осылайынан қазір енді бұлардың бәрін қаптаймын. Сіздермен бірге болған менімен бірге болыңыздар.